Түлкі, қойшы, аю. Бір қойшы қой бағып жүрсе, бір түлкіні бір аю қуып келеді екен. Ол бір тамға келіп кіреді. Аю да тамға кірейін дегенде, тамның тар тесігінен кеудесі сыйып, бөксесі сыймай қалады. Түлкі тамның бір тесігінен жалт етіп шығып, айналып есікке келеді де, есіктен не әрі кетпей, не бері шыға алмай елініп жатқан аюды ажуалап, күліп кетеді. Оны қойшы көріп тұрады. Аю әрең дегенде қайта шығып, жан-жағына қаранып, қойшыға келеді. Сен не көрдің? Дейді аю қойшыға. Қойшы: мен не көрейін? Бір аюды бір түлкі ажуалап, күліп кетті. Соны ғана көрдім, дейді. Аю ашуланып: егерде осыны біреуге айтсаң, сені жеп қоям, дейді. Қойшы: ойбай, ендеше айтпайым, дейді. Жарайды, әйтеуір айтсаң, өлесің, деп аю кетіп қалады. Кешкі ауылға келген соң, қойшы оны ауылдағыларға айтады. Ауылдағы бала-шаға естігендерін өлең қылып айтып, ойнап жүреді. Мұны аю естіп, ыза болып, ертеңіне қой жайып тұрған қойшыға келіп: сенің адамға айтпайым дегенің қайда? Енді сені жеймін, дейді. Қойшы: 3 күнге рұқсат бер, үй ішіне ағайын туысқаныма қоштасып келейін, дейді. Жарайды, 3 күнге рұқсат бердім, деп аю кетіп қалады. Қойшы далада жылап отырса, түлкі келеді. Қойшым, неге жылап отырсың, дейді. Қойшы: ойбай, осылай, бәрі сенің кесірің, енді өлетін болдым, дейді. Түлкі: ойбай, үндеме, аюдан құтылатын амалын мен табайын, не бересің, дейді. Қойшы қуанып: ойбай, не қаласаң соны берейін, дейді. Түлкі: маған бір бүйрегіңді бер, дейді. Берейін, дейді қойшы. Түлкі айтады: аулыңа барда бір үлкен қап әкел. Аю келгенде, анау жерде шаңды бұрқыратып мен жүрейін. Аю сұрар: анау не деп? Сонда сен: ол ханның баласы. Әйелі аюдың жүрегіне жерік болып соны іздеп жүрде. Аю қорқап: ойбай, ендеше мені жасыр, қайда тығылам дер. Сонда сен: мына үлкен қапқа тығыл деп, қапқа тығып, қаптың аузын мықтап буып, шоқпармен ұра жөнел, дейді. Екеуі уәделесіп, түлкі жөніне кетеді. Келем деген күні аю келеді. Аю қойшымен сөйлесіп: енді жеймін, деп тұрғанда, алыстан бұрқылдаған шаңды көреді. Қойшым-ау, анау не? деп сұрайды аю. Қойшы: ол ханның баласы. Әйелі аюдың жүрегіне жерік болып, соны іздеп жүр, дейді. Ойбай, қойшым, мені жасыра көр, қайда тығылам, деп аю қатты сасады. Қойшы: ендеше онда тығыла ғой, деп қапқа тығып, қаптың аузын шылбырмен мықтап буып, шоқпармен ұра бастайды. Енді түлкі келіп күліп: бүйрегіңді бер, дейді. Қойшы қипақтап, жыламсырап, белбеуін шешеді. Белбеуін шешкенде, қойшының іші шұрылдайды. Түлкі құлағын тіге қойып: о не қыңсылаған, дейді. Сол арада қойшы: түнеу күні бір тазының күшігін жұтып едім. Сол енді үлкен тазы болып, ішімнен шығайын деп қыңсылап жатыр, дейді. Түлкі қорқып: ойбай, қойшы, ендеше дос болайық, тазы шығып кетпесін, мен қашайын, деп қаша жөнелтті.